Қайырлы күн, құрметті бірінші курс магистранттары. Сіздердің назарларыңызға басқару психологиясының 3-ші дәрісін ұсынамыз. Дәріс тақырыбы басқару ғылымының даму тарихы. Жоспары ежелгі тәжірибе және ғылым, басқару жүйесінің жалпы тұжырымдамалары, басқарудың классикалық және әкімшілік басқару мектептері, адамдық қатынастар мектебі және тәртіптік тәсілі, ғылыми басқару мектебі. Ғылымның теориялық даму тарихын хронологиялық кесте арқылы талдап өтер болсақ, басқару теориясы мен практикасының дамуын бірнеше тарихи кезеңдерді бөліп көрсетуге болады. Менеджменттің даму кезеңдері ежелгі кезең біздің заманымызға дейінгі 9 және 7 мыңжылдықтан 18 ғасыр аралығын қамтиды. Басқару тәжірибелерінің жинақталуы. Индустриалды кезең 1776-1890 жыл аралығы. Өнеркәсіптік революция кезінде менеджменттің туындауы. Жүйелік кезең 1856-1960 жылдар аралығы. Жинақталған тәжірибелі жалпылау, ғылыми мектептердің қалыптасуы. Ақпараттық кезең 1960 жылдардан бастап қазіргі уақытқа дейінгі басқару практикасында сандық әдістердің кеңінен қолданылуы. Басқару тәжірибелерінің жинақталуы шамамен біздің заманымызға дейінгі 9 және 7 мыңжылдықтан жақын шығыс елдерінде иемденуші қоғамнан аңшылық, терімшілік, өндіруші қоғамға өнімдерді өндіру, егіншілік өту кезеңінде басқару төңірегінде белгілі бір білімді туындап жинақтала бастады. Басқарудың бастапқы мәселелерін, жайттарын ежелгі египеттердің заманынан қалыптаса бастады. Бұл олардың пирамидалар құрылысын жүргізілуімен байланысты болды. Құрылысқа көп адам жұмылдырғаннан кейін, олар адамдарды мақсатқа сәйкес ұйымдастыру, нәтижені жоспарлау және қадағалау керек екендігін түсінді. Шумер территорияларында табылған қыш кестелерден сауда-саттық және елдің заңдары жөнінде мәліметтер жазылған. Ежелгі гректердің басқарушылық тәжірибелерінің болғанын аңғаруға болады. Вавилон патшасы Хаммурапи мемлекетті басқару заңдар нұсқасын жасады. Өзінің жеке лидерлік стилін ойлап тапты. Ең аз еңбекақы анықтаудың заңдық нормасын бекітті. Ассирия патшасы Навуходоносор текстильді және астық қоймаларында бақылау жүйесін ойлап тапты және оны дұрыс қолдана білді. Ал Қытай ғалымы Сансу соғыс өнері шығармаларында ұйымның иерархиялық құрылымы, кадрлық жоспарлау, тұлға аралық байланыстарды ұйымдастыру керектігін көрсетті. Басқаруды қызметтің адамзат іс-әрекетінің ерекше сферасы деп алғашқылардың бірі болып сипаттама берген ежелгі грек философы Сократ. Ол жақсы кәсіпорын иесінің саудагерлердің әскери басшысының міндеттерін талдай келе, негізін олардың бірдей екендігін айтты. Еңбек бөлінісі жөнінде алғашқы рет айтты. Басты мақсат қажет адамды тиісті орнына қойып, одан да өз талабының орындалуын қадағалау. Осылайша Сократ басқарудың әмбебап сипаты туралы идеяны тұжырымдады. Басқарудың әмбебап принципі қалыптасты. Идеалды мемлекеттің негізін қалаушы грек философы Платон басқарудағы іс-әрекет қоғам өмірін қамтамасыз ету жүйесінің маңызды элементі болатынын дәлелдеді. Ол мемлекеттік басқару формаларын жіктеді, басқару мүшелерінің қызметтерін бөліп көрсетуге талпынды. Ал грек философ Аристотель болса, үй шаруашылығы туралы ілімнің негізін қалады. Оның негізінде құлдармен қарым-қатынас жасау дағдылары мен оларды басқару өнерін үйрететін құдайлар ғылымын қалыптастырды. Яғни дайындау қажет деп ұсыныс жасады. Қайта өрлеу дәуірінің өкілі Никколо Макиавеллидің әлеуметтік ойлау тарихына басқару теориясы мен практикасына қосқан үлесі зор. Ол алғашқылардың бірі болып, азаматтық қоғам тұжырымдамасын негіздеді және мемлекет терминін қолдана бастады. Өзінің государ, рассуждение о титуле еңбектерінде жетекшінің стилі,
жұмыс беруші мен бағынышты арасындағы өзара байланысты талқылады. Макиавеллидің қазіргі заманғы әлеуметтік менеджменттің дамуын әсер еткен 4 қағидасы. Бедел сенушілердің қолдануы негізделеді. Бағыныштылар басшылардан не күтуге болатындығын білуі керек. Көшбасшының өмір сүруге деген еркі болу керек. Көшбасшы әрқашан әділеттіліктің үлгісі болып табылады. Оның идеялары элиталардың Паретто, Дженина, Моска, Миллс заманауи социологиялық теорияның жол ашты. Яғни Макиавеллидің қозғалысты басқарған басқарушылық төңкеріс теориясының авторы Бертхайм әсер етті. Макиавелли қоғамдық келісім идеясын алға тартты. Макиавелли тұлғаның әлеуметтену және басқару тарихында маңызды орын алатын қазірге дейін ғылымда мойындалып келеді. Өнеркәсіптік революция кезінде менеджменттің туындауы, менеджмент тарихы туралы білім жүйесі 19 ғасырдың өнеркәсіптік революция кезінде пайда болды. Қол еңбегін фабрикалық өндіріс жүйесін ауыстырумен сипатталды. Фабрикалық жүйе бұл өнеркәсіптік төңкерістен кейін кеңінен енгізілген және жаңа табиғи энергия көздерін пайдалануға, еңбек бөлінісін кеңейтуге және еңбек процесінде анағұрлым толық бақылауды енгізуге мүмкіндік беретін кеңейтілген кәсіпорындарды құрумен сипатталатын өндіріс жүйесі. Мамандандыру өсіп келе жатқан механикаландыру және тауар нарығының кеңеюі фабрикалық жүйеге бұрыннан келе жатқан қолөнер өндірісінің дәстүрлі жүйесін қалдырып отыруға мүмкіндік берді. Бұл әсіресе 19 ғасырдың басында зауыттық әдісін ең жарқын үлгісі болған тоқыма өнеркәсібінде айтылған болатын. Индустриалды кезеңде мемлекеттің басқару туралы түсініктің дамуына үлкен үлес қосқан шотланд экономисі философ Смит болды. Ол тек классикалық саяси экономикалықтың өкілі ғана емес, басқару саласының маманы болып та табылды. Өйткені ол еңбек бөлінісінің әртүрлі формаларын талдау жасады. Мемлекет пен мемлекет басшысы міндеттеріне сипаттама берді. Ол халықтың бай болуының себептері мен табиғаты туралы зерттеулер еңбегінде экономикалық адам идеясын қалыптастырды. Оның негізгі мақсаты жеке қызығушылықтарды қанағаттандыру мен толықтыру, ұмтылу болып табылады. Қазіргі кездегі менеджментті көптеген ғылыми бағыттары мен мектептерінің қалыптасуына Роберт Уонның ілімі үлкен ықпал етті. Роберт Уон басшыларға жансыз машиналармен қатар жанды машиналарға да, яғни қызметкерлерге де бірдей көңіл бөлу керек екендігін атап өтті. Сол кезеңде бірқатар тоқыма фабрикасының басқарушысы болған Уон 1800 және 1828 жылдары кең ауқымда әлеуметтік тәжірибе жүргізді. Ол бойынша жұмысшыларға жабдықталған тұрғын үй беру, еңбек тұрмыс және демалыс жағдайын жақсарту, қолжетерлік бағамен күнделікті қажет тауарларды сататын дүкендер ашу негізгі көзге мақсатқа алынды. Одан басқа балалар жұмыс істей алатын ең төменгі жас деңгейі арттырылды. Жұмысшы кенттерінің мектептер ашылды. Сонымен қоса Уон қайырымдылық идеясын ғана емес, сондай-ақ осындай тәсілмен еңбек өнімділігін арттырудың экономикалық есебін басшылыққа алды. Уон әлемде тұңғыш рет фабрикада моральдық ынталандыру әдістерін қолданды. Ол станоктарға түрлі түсті ленталар байлады. Жалақыны арттырмағанымен, осы ленталардың станоктарға байлануына байланысты деңгейлерін, жұмыс жасау деңгейлерін анықтай бастады. Тәжірибенің соңында станоктарда қызыл түсті ленталар байланған станоктар көбейе бастады. Бұл дегеніміз өнімнің жоғарылауы, еңбектің бағалануын білдіреді. Басқару теориясы мен тәжірибенің дамуын алғаш есептегіш машинаның өнертапқыш ағылшын Чарльз Бейбидж маңызды қадам жасады. Ол түрлі операцияларды жүзеге асыру кезінде жұмыс уақытының шығындарын зерделеу, бір профильді кәсіпорындардың жұмысын салыстырмалы талдау, статистикалық талдау негізін, тиімділігін жолға қоюға болатындығын
алға тартты. Яғни еңбек ақы төлеудің сыйақы жүйесін қолдану әдістемелерін әзірледі. Ол зерттеулердің нәтижелері, практикалық ұсыныстары Бейбедж ғылыми басқару саласында дүние жүзінде алғашқы басылым болған материалдар мен жабдықтарды үнемдеу туралы кітабы шықты. Ресми иірі машинасының өнертапқыш болып табылатын ағылшын Ричард Аркрайт. Өз фабрикасының астында тоқыма өндірісінің барлық процестерін біріктірді және оны ұйымдастырудың иерархиялық қағидасын енгізді. Сөйтіп, Аркрайдер бүгіндегі индустриялық басқару немесе өндірісті ұйымдастырудың бағыттарының негізін қалаған болатын. Жинақталған тәжірибені жалпылау және ғылыми мектептердің қалыптасуы туралы айта кететін болсақ, уақыт өте келе менеджерлер бағдарламаларын өзінің нақты ұйымның қажеттіліктерін айналада әрекет ететін басқару тәсілдерін зерделеуге ауыстырды. Олардың біреулері өз басқарушылық мәселелерін бұрынғы кезеңде көмектесетін тәсілдермен шешті. Өзге зерттеушілер басқаруға барынша жүйелендірілген тәсілдемелер іздеді. Олардың жеке табыстары мен сәтсіздіктері бүгінгі таңдағы менеджерлер үшін құнды сабақ болып табылады. Басқару практикасында сандық әдістерді қолдану 60-шы жылдардан бастап математикалық талдау, менеджерлердің субъективті шешімдерін шоғырландыруға қол жететін математикалық ақпаратты пайдалануға сүйенетін басқару тұжырымдамаларының кеңінен әзірлеу басталды. Бірқатар басқарушылық қызметтерді формализациялау, еңбекті адам және техникамен ұштастыру ұйымның құрылымдық элементтерін қайта қарауды талап етті. Шешімдерді еліктегіш үлгілеу, белгісіздік жағдайлардағы талдау әдістері, көп мақсатты басқарушылық шешімдерді бағалауды математикалық қамтамасыз ету секілді фирма ішілік жоспарлаудың жаңа элементтері пайда болды. Қазіргі жағдайларда математикалық әдістер басқарушылық ғылымның барлық бағыттарында пайдаланып келеді. 19 ғасырдың ортасынан бастап жүйелі басқару тұжырымдамасы дамыды. 20 ғасырдың басында бұл тұжырымдама жаңа сапалы мәнге ие болды. Басқару ұйымға жетістік әкелуі мүмкін дербес қызмет өрісі ретінде қарастырыла бастады. Әдетте басқаруды зерттеудің дербес саласы және ғылым ретінде танудың басы деп есептеген болатын Тейлор. Тейлордың ғылыми басқару қағидалары атты кітабы шықты. Бұл менеджменттегі жаңа революция кезеңі басталды десек болады. Бұл кезеңде кәсіби менеджерлер тобы бөлініп шығып, олардың капиталистер тобын ығыстырумен сипатталады. 20 ғасырдың бірінші жартысында басқару ойынның 4 айқын ерекшеліктерін мектебі дамый бастады. Біріншісі ғылыми басқару мектебі, екіншісі әкімшілік немесе классикалық басқару мектебі, үшінші адамдық қарым-қатынас пен мінез-құлық ғылымының мектебі, төртінші басқару ғылымының мектебі, яғни сандық тәсілдеме. Ғылыми басқару мектебінде негізгі алдарына қосып қойған міндеттерді орындау ең жақсы тәсілдермен анықтау үшін ғылыми талдауды пайдалану, міндетті орындау үшін барынша лайықты қызметкерлерді таңдап алу, оларды үйрету, қамтамасыз ету, міндетті тиімді орындау үшін қызметкерлерді қажетті ресурстармен қамтамасыз ету, өнімділікті арттыру үшін материалдық ынталандыру, жүйелі әрі дұрыс пайдалану, жоспарлау мен ойлауды жұмыстан бөлу. Бұл бағыттың өкілдері Тейлор, Гилберт, Гант, Форд, Эмерсон, Гастеев болды. Ал әкімшілік немесе классикалық басқару мектебінің бұл мектептің негізгі ұстанған бағыты басқару қағидаларын дамыту, басқару қызметін бейнелеу, барлық ұйымды басқаруға жүйелі көзқарасты қалыптастыру. Бұл бағыттың өкілдері Файл, Макс Вебер, Муни, Урвик, Чирч, Ирманский, Богданов болатын. Адамдық қарым-қатынастар мен мінез-құлық ғылымының мектебі. Бұл мектептің негізгі ұстанған бағыты қанағаттылық пен өнімділік дәрежесін арттыру үшін жекелік қатынастарды басқару тәсілдерін қолдану.
Адам қатынастарын туралы ғылымды әрбір қызметкер әлеуетіне сай пайдаланылатын етіп ұғымды ұйымдастыру. Бұл бағыттың өкілдері Мэйер, Фоллет, МакГрегор және тағы да басқа. Басқару ғылымының мектебі бұл бағыт үлгілерді жасау және қолдану арасында күрделі басқару мәселелерін түсінуді тереңдету, күрделі жағдайларда шешім қабылдайтын басшыларға көмек ретінде сандық әдістерді дамыту. Бұл бағыттың өкілдері Форестер, Люс, Саймон тағы да басқаларын айта кетуімізге болады. Ғылыми басқару мектебінің негізін салушы Тейлор болатын. Тейлор негізінен 3 ұстанымды көрсетті: саралау қызметінің ұстанымы, мамандану ұстанымы, материалды қызығушылық ұстанымы. Тейлордың зерттеулерінде басты міндет өндірісте алынатын өнімді оның кеңейту арқылы алу емес, керісінше еңбекті ынталандыру арқылы жетістіктерге жету. Ол ең алғашқы рет адами фактор түсінігін енгізіп, өзінен кейінгі көптеген ғалымдардың жаңалық ашуына себепші болды. Осы бағыттың өкілдің тағы да бір өкілі Эмерсон болатын. Бұл өндіріс пен басқаруды ұйымдастырудың күрделі міндеттерін жан-жақты ойластырып шешудің қажеттілігін алғаш рет атап көрсетті. Ол өнімділіктің 12 қағидасын ашқан болатын. Әкімшілік пен классикалық басқару мектебі, бұл мектепте өкілі Анри Файл. Негізінен осы еңбекті жақсарту мақсатында басқаруды ұйымдастырудың бір жүйеге келтіру үшін 14 қағидасын ұсынған болатын. Сол сияқты осы басқару психологиясының, жалпы басқару процесінің белгілі бір ғылым ретінде менеджментін қалыптастыруда Макс Вебердің да рөлі зор. Макс Вебер негізінен ұйымдастырудың 3 түрін ажыратты: харизмалық, дәстүрлі және бюрократиялық. Яғни айтқан кезде, Макс Вебердің айтуынша, негізі қолайсыз, қолайлы бюрократиялық теорияларды жақсы түсінген басшылар көп жағдайда тиімді өзінің жұмысын басқарудың ғылыми баспалдағын жасай алады деген болатын. Жалпы ол әрекеттің мінсіз типін 4 түрін қарастырды: дәстүрлі, аффективті, құндылықты, оңтайландырылған және мақсаттандырылған деп. Адамдық қарым-қатынастың мінез-құлықтың ғылымның мектебі. Бұл мектептің өкілдері Элтон Мэй және Мэри Паркер Фоллет болатын. Жалпы Элтон Мэй негізі индустриалды өркениеттің адами мәселелерін зерттеген болатын. Ол еңбек өнімділігін көтеру мәселесін көп қозғап, Хаторнды қаласындағы Western Electric компаниясында 1927-1939 жылдар арасында тәжірибесін жасады. Яғни айтқан кезде, осы заводтағы еңбек өнімділігін жақсарту және де адами факторларды негізге ала отырып, мынадай қорытындыға келді. Біріншісі ол адам, екіншісі топ, үшіншісі жұмысшы, төртіншісі өндіріс деді. Сонда ғана өндірістің нәтижесі болады деген болатын. Келесі осыдай басқарудың дамуына өз үлесін қосқан ол Дуглас МакГрегор. Дуглас МакГрегор X және Y әріптерімен белгіленген басқарудың 2 теориялық концепциясын жасады. X теориясы адамды өндірісте жекешелігін айырмашылығын көрсетті. Яғни X теориясының шарттары бойынша қарапайым адам жұмыс істеуді ұнатпайды, әрі жұмыста мүмкіндік болса жалтаруға тырысады дейді. Ал Y теориясы бойынша өзін-өзі ынталандыру мен жұмыс үрдісін рахаттану сезімі арқылы жұмыс жасайды, белгілі бір мақсатқа бағытталып қызмет жасайды деді. Басқару ғылымының мектебі, бұл мектеп басқару саласында математика, статистика, инженерлік ғылыми бағыттары қалыптаса бастады. Көптеген фермерлар, қызметкерлер жұмысқа өндірістік алаңда құрал жабдықтарды орнатқанда, қойма операцияласын жоспарланғанда математикалық құралдарды пайдалануды ұсынды. Сіздердің назарларыңызға сонымен бірге бекіту сұрақтары беріліп отыр. Қарап шығып, өздеріңіз жауабын тауып,
жазып жібересіздер, және де пайдаланған еңбектер, әдебиеттер беріліп отыр.